Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бет терісінің түрін анықтау жолдарын айтатын боламын. Бет күтіміне кіріспес бұрын теріңіздің типін анықтағаныңыз жөн. Теріңіздің қандай типке жататынын анықтап алсаңыз, теріңізге қандай крем немесе маска түрлері сәйкес келетіндігін оп-оңай біліп аласыз. Әр нәрсенің үйлесімділігі болатын секілді, тері қалыбына сай күтім жасай біліңіз. Сіздің сұлулығыңызға тамсанбайтын адам болмасы сөзсіз. Ендеше анықтайық. Бет терісі түріне қарай құрғақ, майлы, біріктірілген, яғни орысша айтқанда комбинированный, және қалыпты болу. Яғни қалыпты дегеніміз кәдімгі сау тері, ешқандай құрғақ та майлы да емес деген. Оны анықтау үшін бетті тазартқыш құралдардың көмегімен тазалап, 3 сағаттан кейін қағаз майлықтың бірін маңдайға, тағы бірін бетке 15 секунд қойып тексеріп көруге болады. Майлықтарды салыстыру барысында екі майлықта да майдағы байқалса, терінің түрі қалыпты саналады. Майлықтың кез келгенінде майдақтар әзер байқалса, онда тері құрғақ болғаны. Немесе екі майлыққа да көп мөлшерде сіңген болса, ол майлы тері болып табылады. Егер қағаз майлықтың біріндегі майдағы екіншісінен көбірек болса, тері түрі біріктірілген болып табылады. Ендеше бетке косметика өнімдерін немесе маскаларды терінің ерекшелігіне сәйкес қолдану қажеттілігі айтпаса да түсінікті. Келесі бөлімде осы аталған бет типтеріне қалай күтім жасау қажеттігін айтатын боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналымды қолдап, лайк басып, каналға тіркелеміз.